Мысалы, жәннаттан орын сатып алуға болады. Ол қалай? Кәдімгідей. Мысалы, сіз намаз оқи алмайсыз. Намаз оқи алмасаңыз, 15 доллар төлейсіз. Күнделікті бір намазыңыз өтеген боласыз. Ол сіздің жаңағы берілген... Иә, Алла Тағала үкімі ғой. Сосын жаңағыдегі, мысалы, жәннаттан орын сата аламын мен. Мен өйткені жәннаттың иегерімін. Осы өмірде төлеп қойса, сөйтіп ары қарай өмір сүріп кете берсе болады ма? Иә, болады. Келсу керек қой сондай. Келісім жасауға болады ғой. Ол пара емес. Ол жаңағыдегі сен... Ал сіз ол ақша не істейсіз? Жұмыс болсын мен не істейсің? Секреттің бәрін қоймақшы. Бухгалтерияны, кассаның бәрін. Жоқ, одан налог төлейсіз ба сіз? Жоқ, мен налог төлемеймін. Мемлекет налог маған төлейді. Неге? Қазір бәрі оған ИП ашу керек. Жоқ, ИП ашылмайды ғой. Мен мемлекет, мысалы, өмір сүремін десе, дәші, мен мойындамаймыз десе, қабылдамаймыз десе, маған құн төлейді. Мемлекет, Алла Тағалаға. Алла Тағалаға төлейді, мен қабылдаймын. Соны Алла Тағала ол мемлекетке өмір береді, өмірін созады.